Осындай керемет фото-видеолар жасайтын локация туралы сіздерге айтып берейін. Ол үшін сіздерге небәрі Таиландқа бару керек. Бұл жердің тағы бір қызығы, самолет қонарда емес, ұшарда да бір қызық жағдайға тап бола аласыз. Осындай құмды боранның астына қалып қалғыңыз келмесе, алдын ала тығылып қалыңыз. Бірақ біліңіз, ұшақтар бұл жерге түске дейін әр 5 минут сайын қонады. Асықпай жүріп, бірнеше ұшақтың астында керемет суреттер жасасаңыз болады. Ал мынау ұшақ өзбек ағайындарымыздың Dreamliner самолеті. Бұндай Қазақстанда жоқ. 1000 тонналық ұшақтың қонуын көру ерекше сезім екен. Сонымен бұл Пхукетте әуежай маңында орналасқан Мая Као жағажайы.